Ал енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бәріміз шаттық шеңберге жиналайық. Ал жүректен жүрекке қазір бір-бірімізге бүгінгі күнге сабағымызға сәттілік тілейміз. Мысалы мен Жәнетпен бүгінгі сабағым сәтті өтсін. Айым, сабағында қиындық туындамасын. Жақсы. Күніне сәттілік. Бүгінгі сабағында жақсы қатыс. Жақсы. Бүгінгі сабақта жоғары баялауын өткізесің. Бүгінгі сабақта көңіл берсін. Бүгінгі сабақта мұнайма. Бүгінгі сабақта жақсы бағалауын өткізесің. Бүгінгі сабақта сіз сабағында көп білім аласыз. Жақсы, рахмет. Отырамыз, отыра қойыңыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өмір қымбатсымаған деп аталады. Мақсатымыз оқушылар арасындағы суицидтік мінез-құлықтың алдын алу, оқушыларды тани түсіне білу, оқушының өмірге деген құлшынысын арттыру, өмір туралы ой өрісін дамыту. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын қазір мынандай бір видео көріп алайық. Значение ценности человека и временных радостей. Ник Вуйчич является одним из самых известных ораторов во всем мире. Значение ценности человека и временных радостей. Ник Вуйчич является одним из самых известных ораторов во всем мире. Он родился в Безумных, но научился жить со своей недостатком. В 1982 году при рождении ему диагностировали синдром тетраамилии. Редкое наследственное заболевание, приводящее к отсутствию всех 4 конечностей. У Ника нет ни рук, ни ног, только одна частичная стопа с 2 сросшимися пальцами. По мере того, как Ник рос и взрослел, он все больше и больше осознавал свой недуг. В конечном счете это привело к тому, что уже в раннем детстве он впал в тяжелый. 21 года он научился многим вещам, окончил школу, а также университет. Впоследствии Ник начал активно выступать с речами на разных мероприятиях и конференциях. Жақсы балалар, ал бұл видеодан қандай ой түйеміз? Кім айтады? Ердос? Бұл видеода өмірге қолаяқсыз келген баланың өмірі туралы айтылады. Және ол бала қолаяқсыз өмірге келсе де ақын болуды армандаған, және де өмірге деген құлшынысы өте керемет. Ал балалар, сендерге сұрақ, өмірдегі мақсаттарың қандай? Қандай мақсат бар? Алдыларына қандай мақсат, жоспар қойып отырсыңдар? Кім айтам дейді? Мен айтсам, менің қазіргі таңдағы мақсатым жоғары сапада білім алып, ертең ер жеткен кезде халқыма пайдасын тигізетін мамандық иесі атанып, өзімде жеке тұлға қалыптастыру. Өмірі мәнді болу үшін не істеу керек? Амин. Адам өмірі мәнді болу үшін, адам өмірі өзіне ұнайтын іспен айналысып, өзгелерге жақсылық жасап, жақсы нәтижелер көрсету. Жақсы. Абыройлы қызмет ету дегенді қалай түсінеміз? Менің түсінігім бойынша адал жолмен еңбек ету, барлығын өз еңбекпен табу. Өмір туралы ойламайтын жұмыртқа басты пенде жоқ. Бірақ ешкім де сол ойының түбіне жеткен емес, бір пікірге келген емес. Әркім өмірді өзінше түсінеді, өзінше бағалайды, яғни өзінше одан ғибрат алады. Біреу оған риза, біреу одан мүлдем түңілген. Біреу өмірді мәңгі күрес, айтыс, тартыс деп бағаласа, енді біреу сыры мол, мәні терең құбылыс деп сезінеді. Енді келесі бізде эссе жазу, шағын ғана өмірім өз қолымда деген тақырыпта шағын эссе жазайық. Өмірім өз қолымда. Өмір әр адамның ең үлкен мүмкіндігі. Бізге бір рет берілетін осы мүмкіндікті қалай өткізу керектігі тек өзімізге байланысты. Кейбір адамдар тағдырға сеніп, өмір ағынымен жүрсе, енді біреулері өз болашағын өздері құруға тырысады. Менің ойымша, адам өз өмірінің иесі, сондықтан оған қалай өмір сүру керектігін өз шешеді. Әр адам армандайды, бірақ тек армандап қана қоймай, өмірді мәнді ету үшін әрекет ету керек. Алға қойған мақсаттарға жету үшін еңбектеніп, қиындықтарға мойымау керек. Өз-өзімізді
өзімізді дамыту өте маңызды. Қателіктер мен сәтсіздіктер де өмірдің бір бөлігі, бірақ олардан сабақ алып әрі қарай ұмтылу қажет. Біздің қандай адам болатынымыз, қандай жетістікке жететініміз, қалай өмір сүретініміз барлығы өзіміздің қолымызда. Сондықтан өзімізге сеніп, әр күнімізді пайдалы өткізуге, өзімізді дайындауға, жақындарымызды көмектесуге жұмсайық. Өйткені бақыт пен жетістік сырттан келмейді, біз оларды өз қолымызбен жасаймыз. Өмірім өз қолымда. Өмір бұл әрбір адамның өз қолында ұстап тұратын баға жетпес қазына. Біз әр күні жаңа таңмен оянып, күнделікті өмірімізге түрлі шешімдер қабылдаймыз. Өмірдің бағытын өзгерту немесе оны жақсы жағына өзгерту әрқайсымыздың қолымызда. Көптеген адамдар сыртқы жағдайларды немесе басқа адамдардан кінәлап, өз өмірлерін өзгертуге тырысады. Бірақ шын мәнінде өмірдің ең басты жетекшісі өзіміз. Өмірді өз қолымызда ұстау дегеніміз әрбір іс-әрекеттеріміздің жауапкершілігін сезіну, әр таңда қалай бастайтынымыз, қалай шешімдер қабылдайтынымыз, қандай мақсаттарға жетуге ұмтылатынымыз, бұлардың бәрі бізге байланысты. Өмірді өз қолымызға ұстау, ол өзіміздің ішкі әлемімізді түсіну, өз күшімізге сену, өз қателіктерімізді үйрену. Ол сыртқы әсерлерден емес, ішкі түсінігімізден басталады. Менің өмірім өз қолымда деген сеніммен әр күні өзіме жаңа мақсаттар қоя отырып, соларға қол жеткізуге тырысамын. Мен өмірімді шынайы түрде өзім қалыптастырамын. Сондықтан менің болашағым менің қолымда. Адам өмірінің мәні өз тағдырын өзі қалыптастыруда. Өмірімнің қандай болатыны тек өзіме байланысты. Әр адамның таңдауы мен әрекеті оның болашағын айқындайды. Өзі сеніп, мақсат қойып, сол бақытта еңбек етсем, арманыма жетемін. Қиындықтар мен кедергілер өмірдің бір бөлігі. Бірақ олардан қорықпай, табандылықпен күресу менің жауапкершілігім. Өзгелерге кінә тартпай, өз өміріме өзім жауап беруім керек. Өйткені ешкім менің орнымда өмір сүрмейді. Менің мақсатымды орындамайды. Сол себепті өз өмірімді дұрыс бағытқа бұру өз қолымда. Табысқа жету үшін үнемі ізденіп, өзімді дамытып отыруым қажет. Арман мен жетістікке жол еңбек пен ерік жігерде. Өмірімнің мәнді жарқын болуы менің бүгінгі әрекеттеріме байланысты. Сондықтан мен әр күні өз өмірім үшін еңбек етуге дайынмын. Өмірім өз қолымда екенін ұмытпаймын. Адам баласы өзін-өзі танып, жинақтаған тәжірибесін ақылға салып, жүрек жылуымен іс жүзінде пайдалана білгені абзал. Басқа адамдармен өзара сыйластық, сүйіспеншілік, түсінушілік пен қарым-қатынас жасай білу ізгілікке жеткізеді. Өз бойындағы адамгершілік қасиеттерді дамыту арқылы адамның қоршаған ортаға деген көзқарасы орнығады. Еліне қызмет етуге бейімделеді. Жақсылыққа үйір болу, жамандықтан аулақ жүру, өмірінде қуанышты, табысты өткізуге игі әсерін тигізеді.